Исламда әйелді кемсіт, оны кем сана, төмен сана деуге ешкім ақысы жоқ. Ол біреудің қызы, ол біреудің әйелі, ол біреудің анасы. Үшеуінің де исламда орны бар. Үлкен орны бар. Пайғамбарымыздан бір кісі кеп сұрайды: «Я Расулалла, сіз адамның ішінде кімді жақсы көресіз?» дегенде, «Мен Фатимашымды жақсы көрем» деп айтады. Қызын жақсы көрген. Пайғамбарымыздай әйелін сыйлаған адам болмаған. Пайғамбарымыз сол үшін айтады: бақыт үш нәрседе дейді. Жақсы әйел дейді, кең үй дейді, жақсы көлік дейді. Мына қамшының сабындай қысқа өмірде бірінші атаманға таласу емес, бір-біріміздің қадірімізді, мен еркек пен әйелдің арасын айтып отырмын, қадірімізді біліп кетейік. Қызымыз да сүйікті жан, әйеліміз де сүйікті. Ал ананың орны енді бұл бір үлкен тақырып.